Allahu Ekber, Allahu Ekber. Endi bugungi bizning taqribimiz alayaqtiq ulkan күнә degan taqribina bizlar to'xtalamiz. Alayaq degan kim ol? Hozir vaqtda alayaq degan ma'nosi mошенник, аферист. Сейчас бери не хочу аферистов, бар ғой? Как грибы растут. По телефону звонят, по WhatsApp звонят, по Viber звонят. Сосын тебя предлагает это, предлагает то, знакомиться, опрос делаем, ответ на этот вопрос, там үйтті, битті. Мошенничествоның түрлері ай сайын дамып бара жатыр. Мен сіздерге айтамын. Жыл сайын емес, ай сайын дамып бара жатыр. Түрлері көбейіп бара жатыр. Құдай сақтасын. Сондықтан да біздің дініміз любой ғасырға жарайды. Мен сіздерге айтамын. Яғни қиямет күніне шейін Құран жарамды. Қиямет күніне шейін пайғамбарымыздың шариғаты көрсеткен жолы не қылады? Жүреді. 30-шы ғасыр бола ма, 55-шы ғасыр бола ма, қанша ғасыр береді? Барлық ғасырға біздің Құран мен сүннет не қылады? Жарамды болады. Почему жарамды болады? Потому что бұл қиямет күніне шейін жалғасатын Құдайдың ең соңғы кітабы. Сондықтан да сен Құрандан, хадистен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам көрсеткен жолынан әрқашан сен не қыласың өзіңе? Бағыт аласың, шешім аласың, үкім аласың, жол көресің, бағыт көресің. Сондықтан да алаяқтар заман дамиды, техника дамиды, любой нәрсе дамиды. Сонымен бірге Құран кәрім заманға сай не қылады? Пайғамбарымыздың сүннеті заманға сай сұрақтарға жауап беріп отырады. Соны біздер ұмытпайық. Сондықтан да алаяқ деген сөздің мағынасына келетін болсақ, адамды алдау, өтірік айту, жалған құжат жасау, басқа адамның сеніміне кіру, сенімін пайдалану, басқа да кедей береді. Алаяқтар өте көп. Қазір өкінішке орай. Алаяқ деген ол түріне қарамайды, затына қарамайды, қалтасына қарамайды. Алаяқ адам, мошенник адам, и в Африке мошенник, хочу сказать. Ему без разницы. Ему самое главное, нужно обмануть людей. Он хочет не получить легкие деньги. Он не хочет трудиться. Он не хочет работать. Он не хочет на поле собирать картошку. Он хочет сидеть возле компьютера и зарабатывать свои, так сказать, как он говорит, не халяльные деньги. Жарайды, если ты участвуешь в каких-то там мероприятиях или каких-то там положениях, которым шариат разрешает, тогда проблем нету. Но аферист чем занимается? Аферист хочет не работать, но получать бабки. Не хочет трудиться, но хочет кушать как Макдональдс, Кентаки, KFC, субханаллах. Хочет кушать как олигархи. Хочет кушать как олигархи. Тогда работай айналайн, субханаллах. Зарабатывай деньги. Но не обманывай, не обманным путем, не аферистским путем. Яғни қазір уақытта біздің де жастардың көп болған мәселе неде? Жұмыс істегісі келмейді. Еңбек еткісі келмейді. Жеңіл ақша тапқысы келеді. Мысалы дейік, мына наркотиктерді қазір апарып тығады. Көбі кімдер? Жас қыздар мен ұлдар. Почему? Потому что он почтасына келеді. Егер сен мынандай посылканы алып, мынандай жерге апарып қойсаң, саған 50 000 теңге береміз. Адам ойланып қалады, бір посылкаға 50 000 теңге, 3 посылкаға 150 000 теңге. Қандай жеңіл ақша? Құрметті жамағат, біздің ата-бабамыз айтып кеткен. Жеңіл ақша ешқашан болмайды. Өзіңнің теріңмен тапқан ақшаның несі болады? Қадыры болады. Еңбекпен, теріңмен таппаған ақшаң, ол ешқашан саған не қылмайды? Пайда бермейді. Сондықтан да Алла Тағала бізге бұйрық береді. Не дейді? وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَاكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ дейді. Сендер не қылмаңдар дейді, ақиқатты жалғанмен араластырмаңдар. Және біле тұрып шындықты
жасырмаңдар дейді. Харам нәрсені халалмен араластыруға болмайды. Намаз оқисың. Бірақ намаз оқисың да кидалшықсың. Анаған 50 мың досын, мынаған 30 мың, мынаған 70 мың, анаған 15 мың. Сосын звондаса, братан, где деньги десең, вот сейчас закину, вот, на эту неделю закину. Дүйсенбі күн айтады, жұма болады, вот, жди. Это жди, превращается 2, 3, на 5, на 6 месяцев. И в конце концов, ана жігіт не дейді, қойшы дейді сол, бермейді дейді. Міне, анау не қылады уже терісі, үйреніп алады. Да, значит, можно, оказывается, жить. Есть лопух, который можно обмануть. Анау қазақ айтады, аңқау халыққа арамза молда дейді. Аңқау деген кім? Яғни бұл айтқанда бір пайдасын, зиянын білмеген бір адам. Оның құлағына, мына жағына 10 килограмм лапша ілесін, мына жағына 10 килограмм лапша ілесін де қашып кетесін. Құдай сақтасын. Сондықтан да құрметті жамағат, біздер аңқау болмайық. Сонымен қатар біреудің ақысын жемейік. Сонымен қатар өз ақымызды жегізбейік никогда и нигде. Енді хадиске келетін болсақ, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламдың атақты болған хадисі бар. Не дейді? Бізді алдайтындар бізден емес деген. Ол заң. Мән ғашшана фалейса минна. Мән ғашшана фалейса минна. Пайғамбарымыз осы сөзді көп хадисқа кіргізген. Бұл бізде заң. Бізді алдайтындар бізден емес, құрметті жамағат. Бізді лақтырып кететіндер бізден емес. Аферизммен шұғылданатындар бізден емес. Кімден бізден емес? Мұсылмандардан емес. Ол мұсылмандардың жұмысы емес. Ол адамгершіліктің қасиеті емес. Ол парасаттың жолы емес. Алдайтын адам, алаяқтықпен шұғылданатын адам, ол мұсылман деген атаққа лайықты емес. Бірақ біздің арамызда пайғамбарымыз айтады, бізді алдайтындар дейді. То есть имеется в виду, қазақ айтады ғой, іштен шыққан жау жаман дейді. Алдайтындар кімдер? Валлахи биллахи таллахи, брат. Міне, сөйтіп қоянды сызып кетеді сөйтіп. Ищи ветер поле. Құдай сақтасын. Сондықтан да біздің дініміз, пайғамбарымыз болсам, осы заң. Оны ұмытпаңыздар. Сен қайда болсаң сонда бол, бізді алдайтындар бізден емес. Бұл хадисқа мысал, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір базарға барады. Базарға барған кезде не? Біреу бидай сатып жатады. Үсті әдемі. Сонда пайғамбарым просто тексеру үшін не қылады? Қолын, саусағын бидайдың ішіне не қылады? Кіргізеді. Сонда кіргізген кезде асты не болып тұр? Дымқыл болып тұр. Су болып тұр. Үсті тап-таза. Ал неге кіргізсең? Ана шелек бола ма, қабық бойына қап бола ма, соның кіргізген кезде асты не? Су. Сонда пайғамбарымыз айтады, о бидайдың иесі мұның не дейді? Сол кезде анау не дейді? Алланың елшісі астығым жауының астында тұрып қалды дейді. Жауын болды дейді, сондықтан астына не қылды дейді? Су тигізді дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, сен дымқыл жағын адамдарға көру үшін бидайдың үстіне шығарып қоймайсың ба деп айтады. Міне. Яғни кемшілігі бар ма, сен кемшілігін көрсетіп отыр. Алма сатып аласың. Бидай сатып аласың. Немесе жылқы сатып аласың. Анаған укол береді әкесіне. Сосын дейді, 1 миллион теңге дейді. Анан барсаң, мәссаған, скакун, английский скакун, порода арабский. 1 миллион теңге дейді. Проблем жоқ дейді. Үйге алып барасың, скакун. Кешке таман бың бітті. Наркотик бітті. Укол кетті. А сен не істедің? Сен алдадың. Сиырды сатып жатсың, ауылда. Айтасың, сколько литров молоко дает? Айтады, 40 литров молоко дает. Аллаху акбар дейсің, мәссаған. Сатып аласың, үйге алып барасың, 1 күн береді, 2 күн береді, 3-ші күн бітті, 5 литр, 10 литр береді. Егер берсе оған, тауба дейсің. Сонда сен не істедің сен? Алдадың. Біреудің ақысын сен жедің. Не үшін? Дальше сен баратын болсаң, оған от та жоқ, сот та жоқ. Мен саттым дейді, саттым. Твои проблемы дейді дальше.
Мен де самый главный алған кезде бәрі дұрыс болды. Дұрыс болды. Енді дальше сам деген сияқты. Мұсылман адам баласы дальше болсын, сейчас болсын, потом болсын, до него болсын не қылады? Жауапкершілікті мойындап отырады. Сондықтан да Омар ибн Хаттабтың радиаллаху анхумның айтқан бір сөзі бар. Не деп еді? Мен ешкімді алдамаймын, әрі ешкімге алданбаймын деп айтқан болсын. Міне. Сондықтан да құрметті жамағат, біз ешкімді алдамайық. Бірақ сонымен қатар алданып қалмайық. Бірақ көбінше ақ көңіл болған адамдар не қылады? Алданып қалады. Әсіресе біз несіне қараймыз? Мысалы, біреу бір зат сатып жатыр. Намаз оқиды, біреу намаз оқымайды. Сен кімден аласың? Кімден аласың? Логика говорит, намаз оқитындан ал. Почему? Потому что он намаз читает. А намаз его оберегает. От чего? От грешных делов. Это Аллах говорит. Инна салата танха анил фахшай валь мункар. Намаз адамды күнә жұмыстардан, қателіктерден не қылады? Қорғайды, сақтайды. А сен одан барып аласың. Получается, что ол сені алдап кетті. Құдай сақтасын. Сосын біреулер шығады айтады. 80% намазхандар, жуликтер, аналар, мыналар деген сияқты. Құдай сақтады. Сондықтан да құрметті жамағат, пайғамбарымыз осылай айтады. Фалайса минна ман гашана. Біздіңді алдаса, біздің арамыздан шыққандар. Олар бізден емес дейді, құрметті жамағат. Сондықтан да алдамау үшін біздер не істеуіміз керек? Ең бірінші, алдама, оның қандай критериялы? Ең бірінші білетін нәрсе, Алланың бақылап тұрғанын есте ұстау. Біз әрқашан айтамыз. Далада бол, мешітте бол, үйде бол, магазинда бол, саудада бол, қажылықта бол, көшеде бол, семьяңмен бол, көршіңмен бол. Ең бірінші сені көріп тұрған, бақылап тұрған кім? Құдай. Сені заң емес, ең бірінші бақылап тұрған. Ата анаң емес, сені ең бірінші кім көріп тұр? Құдай көріп тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді айтты? Антабудуллаха, ихсан деген кезде айтты. Антабудуллаха каннаху тараху, фа иллам такун тараху, фа иннаху ярак. Сен Аллаға құлшылық етуің керек, Алланы көріп тұрғаныңда. Бірақ егер сен Алланы көрмесең де, Құдай сені не қылады? Көріп тұрады. Міне. Сондықтан да бизнес жасап жатсың ба? Саудаға келіп жатсың ба? Уәделесіп жатсың ба? Аманатты алып жатсың ба? Ең бірінші біл бір нәрсені. Құдай көріп тұр. Құдай біліп тұр. Біреу саған жамандық істеп жатыр ма? Біл, Құдай көріп тұр. Алла асықпайды, ол адам асығады. Мен всегда айтам, мысалы, біздің психология қандай? Быстро, четко, ясно. Ну и что быстро болды? Ну и что дальше что? Жатасың, аяғыңды көтеріп ал. Субханалла. Как будто не бір жұмысты бітірген сияқты. Бірақ Алла не қылмайды ешқашан? Құрметті жамағат, асықпайды. Алла каждому, как говорится, каждый получит по заслугам. Аллах Таала никогда не спешит. Если сделал ошибку, покайся, раскайся. Аллах Таала не видишь. Сондықтан да ең бірінші біздер түсінер нәрсеміз, алаяқтықтан, аферисттан, мошенниктардан, немесе мошенниктен сақтанатын ең бірінші жол Құдай көріп тұр. Құдай біліп тұр. Міне, ренжіме ешкіммен. Құдай біліп тұр. Құдай көріп тұр дедің бе, сен не істейсің? Біреудің ақысын жемейсің. Сонымен қатар өзіңнің ақыңды жегізбейсің. Омар ибн Хаттабтың қыссасын білесіздер. Сумен не? Сүтті араластырып сатқан қыздың мысалы. Ол болған уақиға. Сонда Омар ибн Хаттаб түнде шыққан кезде бір әйел қызымен не қылып жатыр дейді? Сүтке су қосқан анасын сөйлеп жатқан естиді. Сонда қыздың даусын естиді. Қыз айтады дейді: "О, анашым, мұсылмандарды алдап берген сертті бұзып, мөміндердің халифасына қайшы келеміз бе?" дейді. Халифа Омар бұлай жасауға тыйым салған жоқ па дейді. Енді басшыға бағыну керек, біреудің ақысын жемеу керек. Сүтке анасына айтады: "Сүтке су қоспау керек." Сонда не дейді? Анасы: "Халифа мені көріп тұрған жоқ" деп айтады. Жоқ қой, қайда халифаң қайда, мен қайда? Сол кезде қызы не дейді? Бізді халиф Омар көрмесе де, әлемдердің Раббысы көріп тұрған жоқ па дейді. Міне бұл факт. Сондықтан да сен бір нәрсені сатып жатсың ба, біреу айтуы мүмкін: "Ты про это не говори. Когда машину продаешь, не говори, что двигатель барахлит. Пусть он купит это.
Пусть он купит, самое главное. Все, дальше, субханаллах. Самое главное в исламе это такое понятие. Пусть он тебя не спрашивает, а ты не говори. Все. Если он тебя не спросил, все тогда, ты не виноват. Это шайтанский способ жизни называется. Наоборот, когда ты продаешь, ты должен сказать, у него есть такие недостатки. Поэтому рыночная цена его стоит такая, а я его продам в такую цену. Почему? Потому что есть такие недостатки. А нас аферисты что говорят, когда продают? Ты, самое главное, закрой рот. Ничего не говори, когда продаешь. Скажи, цена такая. Машина нормальная? Нормальная же. Нормальная. Ну супер, нехорошая. Нормальная. Нормальная имеется в виду 50, не 50. Вот, у тебя намерение правильно. А если он тебе задаст вопрос, тогда отвечай. Если не задаст, тогда все. Субханаллах, алхамдулилля. Мне. Yani бұл міне алаяқтың бір түрі, алдаудың бір түрі. Сен саудаласып жатқан кезінде дейді, кемшілігін айтпа дейді. Сұраса, айт дейді. Сұрамаса, айтпақ қой дейді. Наоборот, нағыз болған мұсылман не қылады? Сатып жатқан затының позитивный жағын айтады. И кемшілігі болса, негативный жағын да айтады. Неге өйткені сен Құдайдың алда не болуың керек? Таза болуың керек. Екінші, алаяқтықтан қорғанатын жолы не болу? Қанағатшыл болу. Қанағатшыл болу деген, құрметті жамағат, жалқау болу деген нәрсе емес. Қанағатшыл болу деген тек қана мешітте отыр деген әңгіме емес. Қанағатшыл болу дегені Құдайдың берген неғметіне не қылу? Шүкір ету. Қанағат ету. Тәуба ету. Бірақ бізде қазір онда шүкіршілік жоқ. Не дейді? Кедей Құдайға жетем дейді. Кедей байға жетем дейді, бай Құдайға жетем дейді. Міне. Сөйтіп жүгіреді, шапқылайды, қарамайды. Тырыс. Еңбек ет, қазір біз айтамыз соны. Тырысуың керек, әрекет етуің керек. Бірақ нәтижені сен кімге қалдыр? Аллаға қалдыр. Алла өзі көруші, Алла тағала өзіне білуші. Сондықтан да мына Ибрай Алтынсариннің айтқан сөзі бар. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың дейді. Аз жұмысқа қиын, мынау аз жұмыс десең, Алла тағала саған үлкен жұмысты береді. Сосын не дейді? Ал азға қанағат қылмасаң, көптен құр қаласың дейді. Міне. Азға қанағат ет. Бизнесің бар, машалла, сауда саттықпен бір нәрсе сатасың, сатып аласың, молодец. И у тебя есть намерение. Говоришь, если бы было мына еще, я бы еще давал садака. Да, я бы еще давал зикет. Я бы сделал в тот раз, как мы говорили, я бы сделал вакф. Это другой разговор. Это другой. Егер сенің ниетің дұрыс болатын болса, алхамдулилля, адал жолмен еңбек етіп, адал жолмен ақша тауып, соны адал нәрсеге жұмсаймын дейтін болсаң, алхамдулилля, ол саған Алла тағала не қылады? Берекесін міндетті түрде береді. Сондықтан Алла тағала не дейді? Лаин шакартум ла азиданнакум дейді. Адам балдары, бар нәрсеге шүкір етсеңдер, мен не қылам сендерге одан есе жақсылықты берем дейді. Ал егер сендер бар нәрсеге көпір етсеңдер, менің азабым қандай дейді? Өте қатты болады дейді. Сондықтан да құрметті жамағат, кейбір уақытта тоқта, ойлан. Абай атамыз айтады ғой. Абай атамыз не үшін айтады? Осы қанағатшылық айтады. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз дейді. Міне. Кейбір уақытта тоқта. Ойлан. Плюсын ойлан, минусын ойлан. Біреулер аттың үстіне отырады. Дүние деген бітті. Көзі соқыр, құлағы саңырау, еш нәрсені көрмейді, еш нәрсені естпейді, бітті, только вперед. Да, вперед это хорошо. Но надо иногда остановиться, подумать, правильно ты поступаешь, правильно ты живешь, откуда ты зарабатываешь деньги, каким путем приходит тебе рызық не себе. Подумай, обдумай. Поэтому Абай атамыз бізге не дейді? Талап, еңбек, терең ой. Талаптан, еңбек ет, проблем жоқ. Бірақ сонымен бірге не қыл? Қанағат бол. Қанағатшылыққа не қыл? Ойлан. Әрине кейбіреулер бар, өзінің саласында істемейді. Біреу инженер бар, дәрігер бар, доставщик пиццы болып жүр, доставщик почты болып жүр. Субханалла. Сен Алла тағала саған саланы берді ма, меңгерді ма, сол салада жұмыс істе. Сода сенің нең болады?
былай айтқанда қанағатшылығың болады. Мына ғалымдар айтқан екен, дүниеге тойымсыз адамды теңізден суын ішуге теңейді дейді. Яғни мысалы дүниеге тоймайтын адам болады біреу. Тоймай, давай, инфаркт болып жатыр, инсульт болып жатыр, сахар көтеріліп жатыр. Қоя сал дейді. Там самылған давай. Ондай адамдарды ғалымдар неге теңейді? Теңіздің суын ішкенмен бір дейді. Теңіздің суы шөлді қандыра ма? Ешқашан қандырмайды. Теңіздің суын қанша ішсең де не қылмайды? Тоймайсың, батпайды. Сондықтан да дүниеде дәл сонда. Кейбіреулер пайғамбарымыз салсам айтады ғой, адамдың көзі дейді, дүниеге ешқашан тоймайды. Бір хадисінде. Бір ойпат алтыны болса, не деп айтады дейді? Екеу болсын деп. Екеу болса, үшеу болсын, үшеу болса, төртеу болсын. Сол кезде пайғамбарымыз дейді, адамның көзін тойғызатын нәрсе тек қана топырақ дейді. Сондықтан да барға шүгір де, қанағат де, тәуба де. Егер сен азға қанағат етпесең, сен көпке қанағат етпейсің. Запомни соны. Это не значит, жалқау деген әңгіме емес. Еңбек ет, тырыс, бірақ барына шүкір ет, қанағат. Үшіншісі тақуалық дейді. Алаяқтықтан, алдаудан, арбаудан сақтайтын нәрсе тақуалық. Тақуа деген сақтайтындарды айтады дейді. Иманды әрқашан айтып, салақ болмай жүру керек дейді. Ибрай Алтынсарин, Шәкәрім Құдайберген олы. Сонымен тақуа деген не? Сақтайтындарды айтады. Алла әр уақыт не дейді? Тақуалар үшін бұл айтқанда сыйлық береді дейді. Тақуа болған адам қорқынышта, рахметінен үмітте болып, қауіппен үмітте болады дейді. Міне, тақуа деген адам боласың. Құдайдың қаһарынан қорқады, бірақ Алланың мейірбандығынан не қылмайды? Үмітін үзбейді. Пайғамбарымыз салсам бір жас баланың қалын білуге келеді, төсек тартып жатады. Сол кезде айтады, қалың қалай дейді. Сонда ол кісі айтады, сахаба, жас бала айтады, мен екі жағдайдамын дейді. Менде қорқыныш бар, үрей бар дейді. Бірақ екіншістерде менде не бар дейді? Бұл айтқанда үміт бар дейді. Өйткені мен Құдайдың қаһарынан не қыламын? Қорқамын. Бірақ екінші жағынан Алланың мейірбандығынан мен не қылмаймын? Үмітімді үзбеймін. Міне тақуалық деген нәрсе. Қазір біреуге айтсаң, тақуа бол десең, қойш дейді, әңгімені көп өрбітпеш дейді. Тақуа болған адам, ол біреудің ақысын жемейді. Тақуа болған адам, біреудің, қазақ айтады, алай жібін аттамайды. Тақуа болған адам, біреудің қарғысын алмайды. Неге өйткені сен Құдайдан қорқасың. Құдайдан қорқасың. Құдайдың қаһарын сен есіңде шығармайсың. Бірақ және бір ететім, Алла асықпайды. Алла әрбір уақытта келген кезде адамға мүмкіншілік береді. Пайғамбарымыз осылай айтты ғой, адамның жаны тамағына жеткенге дейін тауба етсе, Алла кешіреді деді. Почему тамағына дейін? Потому что самый последний моментте де Алла не қылады? Кешіреді. Сондықтан да құрметті жамағат, біздер әрқашан әр кезде тақуа болайық. Намазды оқимыз, оразазды ұстаймыз, машалла, бисмилля. Дәл солай, намазды оқыған сияқты, оразаны ұстаған сияқты, бізде не болу керек? Жанымыздың да, тіліміздің да, 12 мүшеміздің несі болу керек? Тақуалығы болу керек. Тақуалық ол тек қана тілмен болмайды. Біреулер бар, тілмен сайрайды. Субханалла, иншалла, машалла. Ты не языком говори, а ты делом доказывай. Если ты действительно мусульманин, машалла, бисмилля. Берешь от кого-то долг и говоришь, валлахи, билляхи, брат, я тебе верну. Проходит месяц, 2, 3, 5, 6. И в конце концов этот человек уже говорит, да, от него нету толка. И это что это? Это есть богобоязненность у тебя? Это не богобоязнь, это не аферизм. Снаружи ты мусульманин, а внутри ты не, так сказать, не у тебя не лицемер, не двух лицемер, ты 100 лицемеров. Сондықтан да құрметті жамағат, біріншісі Алла көріп тұр. Екіншісі не қылайық? Бұл айтқанда қанағатшыл болайық. Үшіншісі не дедік? Бұл айтқанда қанағатшылықтан кейін тақуалық болсын. Төртіншісі, ең соңғысы, алаяқтықтан сақтайтын нәрсе еңбек.
еңбек ет. Пайғамбарымыздың бір хадисі бар, бір сахаба өтіп бара жатады, бір-екі версиясы бар ол хадистің. Сонда қасынан бір кісі өтеді, ол адамның қайраты мен жігерін байқаған сахабалар: "О Алланың елшісі, мына адам Алланың жолында ма?" дейді. Бір нәрсеге жүгіріп бара жатыр. Здоровый сон. Не телосложение, әдемі, көркем. Сол кезде пайғамбарымыз айтады: "Егер жас балаларына напақа табу үшін жолға шықса, ол Алла жолында" дейді. "Егер жасы ұлғайған қарт ата-анасының қамы үшін шықса, ол Алла жолында" дейді. "Егер өз басын тіленшіліктен, кедейшіліктен сақтау үшін шықса, ол Алла жолында" дейді. Міне, еңбек ет. Біздер не қыламыз? Легкий деньги. Мысалы, ауылға барасың, ешкім ауылға барғысы келмейді, жұмыс істегісі келмейді. Ауылда трактор көп дейді, бірақ тракторист нету дейді. Нормальные деньги платят. Никто не хочет работать. Черным работу не хотят. Все хотят костюм, шалвар, белая рубашка, Мерседес, на крайнах Тойота, крузак. Субханаллах, я тоже хочу мечтать. Мечтать не вредно, между прочим. Но нужно человеку что? Трудиться, чтобы добиться такого уровня. В аул пойдешь, никто не хочет работать. Нету скотников, субханаллах. Говорит, за каждый день 10 тысяч заплачу. Нету, никто не хочет работать. А я не буду наемным рабочим. Я тоже бастық, если что. Ты что там? Не, что, бейсің ба сен, байсың ба? Субханаллах. Ей, қайдағы бай? Бала шағаңды ойлаған адам баласы не қылады? Қара жұмыс болса да не қылады? Жұмыс істейді. Неге? Өйткені оның ниеті отбасын қамтамасыз ету. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не үшін айтып отыр? Егер сен бала шағаңның қамы үшін жүрсең, ата-анаңның қамы үшін жүрсең, өзіңдің біреуден сұрамау үшін еңбек етсең, Алла жолында жүресің сен. Алла жолында боласың. Егер сенмен бір нәрсе болып қалса, сен шахид боласың. Неге? Өйткені сенің ниетің не болды? Ақша табу, отбасыңды қамтамасыз ету. Бұл айтқанда біреуден қарызға алмау, біреуге қарызға кіріп кетпеу. Сондықтан да мына төртіншісі, құрметті жамағат, біздер кейбір уақытта бізде осы кетіп жатыр. Біздер не қылмауымыз керек? Бұл айтқанда біреудің ақысын жемей еңбек етуіміз керек. Алла дұға тілектерді қабыл етсін, иманымызды кәміл етсін, елімізге бірлік берсін, халқымызға татулық берсін. Ассаламу алейкум.